Ассаламалейкум мұсылмандарым, міне Рамаданды таяп қалды, осыны пайдаланып алаяқтар. Ақша жасауда өтірік хадис бар, шайтаннан шыққан. Аджуа деген финик жын шайтандармен сиқырдан құтқарады деген. Бұған сенген адам ең бірінші шірк жасайды. Өйткені тамақ ешқашанда сиқырмен жын шайтаннан құтқарған емес. Бұған сенген адам тағы да айтам үлкен шірк жасайды. Өйткені кезінде Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымызды еврей сиқырлаған кезде Алла тағала: "Ей Мұхаммед, бір қап, бір мешок аджуаны ал да, соны құшақтап жатып же" деп айтар еді. Жоқ, Алла тағала олай деген жоқ. Құранның екі соңғы сүретін түсірді. Міне, осы сүрелер ғана, Құран ғана жын шайтаннан және сиқырдан құтқарады. 1000 жыл болды міне шайтанның осылай ақымақтарды, сектанттарды алдап шірк жасап келе жатқаны. Бұл туралы тек қана мен ғана айтудамын. Сондықтан да менің видеоканалыма жазылыңдар, менің сайтыма кіріңдер, егер шындықпен жүргің келетін болса, umma.kz.kz